Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін алыптар айқасының ортасында қалған экономикасы күйреген, бірақ рухы сынбаған бостандық аралы жайлы айтамыз. Куба. Латын Америкалық бұл ел Кариб теңізіндегі аралдардан құралған. Халқының саны 11 миллион. Астанасы Гавана, мемлекеттік тілі испан тілі, ал ұлттық валютасы песо. Ақ құмды жағажайы мен сұлу табиғаты мен қайталанбас аралдары мен және жайлы климатымен танылған, мұнда жылдық орташа температура 25 градус Цельсий. Осындай ғажап туристік әлеуеті бола тұра, Куба экономикасы тұншығуда. Елдегі орта жалақы бар болғаны $30, бұл теңгемен шаққанда 13 мың теңге. Елде азық-түлік тапшылығы бар, ал дүкендерде ұзын сонар кезек. Импорт тежелген, ал медицина ахуалы өте нашар. Бір сөзбен айтқанда, әлеммен байланысы импорты өте нашар, ал өз елінде өндірілетін өнім шектеулі. Куба бір кездері дүркіреп тұрған социализмнің соңғы тұяғы десек қателеспейміз. Осыдан 70 жыл бұрын Кубаның экономикалық өсімі Италиядан, тіпті Жапониядан күшті еді. Кубаның экономикасы Жапон экономикасынан да үлкен өсім көрсеткен кездер болған. Экономикасы мұншалық кері кететіндей, кішкентай, ешкімге зияны жоқ арал соншалық не жасап қойды? Неге кезінде дүркіреп тұрған Куба порттары бұл күнде қаңырап бос қалды? Неге алып кемелер бұл аралды айналып өтеді? Тіпті бүкіл әлемдік брендтер де бұл елді бар деп санамайды. Есіңізде ме, Кока-Кола экономикасы жайлы видеода санаулы елдер ғана Кока-Кола сатылмайды деп едім ғой. Сол елдердің бірі Куба. Мұнда Кока-Кола келмегелі 60 жыл болды. Тек кола ғана емес, кубалықтар Макдональдсты, Икеяны, айфонды, басқа да брендтерді тікелей пайдалана алмайды. Америка құрама штаттарынан бар болғаны 200 километрге жетпейтін қашықтықтағы бұл арал штаттарға несімен жақпай қалды. Куба экономикасының қазіргі ахуалын түсіну үшін тарихқа көз жүгіртсек. 16 ғасырға дейін әлем халқы Кубаның бар екенін білген жоқ. Колумб өз кемесімен Кубаға алғаш келіп табиғатына тәнті болды. Ал содан соң испандықтар бұл жерді басып алып, өз колониясына айналдырды. Африкадан құлдар тасыды, егін екті. Алайда бізге бұл маңызды емес. Ең қызығы енді басталады. 1898 жылы Кубада үлкен көтеріліс болып, нәтижесінде Испаниядан бөлініп тәуелсіздік алды. Президентін тағайындады, алайда президенттер аз уақытта жылдам ауысып тұрды. 1940 жылы билікке нағыз диктатор келді. Ол Фульхенсио Батиста. Батиста кезінде Америкамен қарым-қатынас күшейді. Елде көптеген америкалық компаниялар жұмыс істеп тұрды. Ал халықтың жағдайы соншалық жақсы болды деп айту қиын. Митингілер жиі болып тұрды. Батиста билігі кезінде өзіне қарсы шыққан 20 мың кубалықты өлтірген. 1959 жылы Кубада үлкен төңкеріс болып, билікке Фидель Кастро келді. Ол америкалықтарды елден тырқыратып қуды. Олардың бар байлығын мемлекет меншігіне алып қойды. Ірі завод фабрикаларында тартып алды. Америкалықтар мұндайды күтпеген еді. Фидель Кастроға 600 рет қастандық жасалды. Алайда Кастроға Құдай ғұмыр берген екен. Ол 90 жыл өмір сүрді. Америкалықтар Кубаға Батиста кезінде көп ақша құйған еді. Кастро бәрін тартып алды. 1961 жылы штаттардың шығыны $1 триллион асып кетті. Америка құрама штаттарынан теріс айналған Куба өзіне сенімді серіктес іздеді. Оны тапты да. Ол әрине Кеңес одағы еді. Кеңес одағы Кубаға көп қаржы құйды. Кубаның нағыз гүлденген тұсы осы еді. Алайда Кеңес одағына Куба атом бомбасын орналастырып, Америка құрама штаттарын қорқыту үшін ғана керек еді. Себебі Куба мен штаттар арасы бар жоғы 200 километр. Кубаға Кеңес одағынан миллиардтаған сумаға тауар келді. Қалалар гүлденді, құрылыс қарқыны артты, порттар салынды. Сонымен бірге атом бомбасы да келді. Осы кезде Америка құрама штаттары өз атом бомбаларын Түркия мен Италияға орналастырған еді. Фидель Кастро Америка құрама штаттарынан еш қорыққан жоқ. Штаттармен соғысуға дайын еді. Өзіне Кеңес одағы орнатқан атом қаруын Вашингтонда жаруға дайын еді. Алайда Хрущев пен Джон Кеннеди арасында келісім орнады. Америка құрама штаттары өз қаруын Түркия мен Италиядан алып кетті. Ал Кеңес одағы өз атом қаруын Кубадан қайта өз еліне тасыды. Солайша Куба енді Кеңес одағы үшін аса маңызды емес болып қалды. Алайда Кубаның Кеңес үкіметімен байланысы жақсы еді. Ал Америка құрама штаттары Кубаға сол 1962 жылдан бері экономикалық қысым көрсетуде.
91 жылы Кеңес одағы ыдырағанда Кубаның арқа сүйер ешкімі қалмады. Солайша Куба америкалықтардың қысымына шыдап келеді. Штаттардың 44-ші президенті Барак Обама Кубаға көп жеңілдік жасап, санкцияларды азайтып еді. Дональд Трамп Куба экономикасын одан әрі тұншықтыра түсті. Куба жағалауына аялдаған кемеге Америка Құрама Штаттарының порттарына 1 жылға кіруіне тыйым салды. Бұл Кубаға ең үлкен соққы еді. Атом бомбасынан кем түспеді. Тек америкалық қана емес, еуропалық кемелер де Кубаға бармайтын болды, себебі Америка Құрама Штаттары маңызды әрі бай серіктеседі. Кубаны мысал ете отырып, біз экономикалық санкциялар ел экономикасын қалай күйрететінін көрсеттік. Сол себепті біздің елімізде санкцияларға ілінуіне болмайды. Қарапайым экономика арнасына тіркеліңіз. Видеоға лайк басып, төменге өз пікіріңізді жазыңыз. Қоштаспаймыз. Арнамыздағы басқа да қызықты видеоларды көріңіз. Рахмет.